Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыпта ерлі-зайыптылар туралы, барлық ара-қатынас туралы, неге ара-қатынас дұрыс болмай жатыр, неге күйеуіміз диванда жатады, неге әйел адам пахать ету керек, неге пахать ету дегенде қыздар, мен қыздар кейбір кезде грубо айтып жүру мүмкін, нәпсімізге тиіп кететіндей нәрсе айтуы мүмкін да қыздар. Барынша мен өзімді жай айтуға тырысып отырмын, себебі сіздерге түсінікті болу үшін. Ал негізінде мен өте тез сөйлеймін қыздар, бірақ ақырын сөйлеуді үйреніп жатырмын. Иншаллах сіздерге ақпараттар, бүгінгі берілетін ақпараттар пайдалы болады деген сенімдемін. Енді қыздар, не үшін ерлі-зайыптылардың арасында көбінесе мәселелер туындайды? Жаңағыдай, неге күйеуім маған қарамай дұрыстап, неге күйеуім мені жаңағыдай сыйламайды, тағы басқа өте көп запростар бар. Енді сіздерге түсіндіре кетейін. Негізінде ер мен әйел үйленген кезінде, үйленер кезінде бір-біріне күтумен үйленбеу керек еді. Күтумен деген, яғни күйеуім маған бәрін жасап беру керек, күйеуім кәдімгідей мен ойлағандай болу керек, күйеуім маған барлық нәрсені істеп беру керек, күйеу маған в общем барлық нәрсені күйеуден күту. Үйленгеннен кейін ондай нәрсе болмай жатады, қыздар. Содан кейін оның түбі не болады? Оның түбі жаңағыдай бір-біріне деген өкпе-ренішке алып келеді, күйеуге деген өкпе-ренішке, күйеуге деген жаңа көңіл қалуға, күйеуге деген жау сияқты қарауға алып келеді. Енді негізінде әйел адам, яғни ерлі-зайыптылар, әйел де еркек те, мен өзіме нені қалаймын, оған да соны қалауым керек. Мен қалаймын, маған біреу шарт қоймау керек. Яғни маған біреу шарт қоймау керек, сен осындай болу керексің, сен мұндай болу керексің деп. Мен ұнауға тиісті емеспін. Мен өзім қалай бармын, солай қабылда мені. Тура солай, сіз де күйеуіңізді солай санауыңыз керек, солай қабылдауыңыз керек. Сіз де күйеуіңізге шарт қоймауыңыз керек. Қалай бар, солай оны қабылдай алуымыз керек екен. Түсініп тұрсыздар ма? Қалаймын маған біреудің көмектескенін, яғни сізге біреудің келіп көмектескенін қаласаңыз, сіз де ол адамға солай көмектесуіңіз керек. Яғни шартсыз. Мен саған осыны жасап берем, сен маған осыны жасап бер деген сияқты емес, шарт қою арқылы емес. Просто сіз Алланың разылығы үшін сол нәрсені жасауыңыз керек. Жаңа айттым ғой, үйленгенде адамдар алу үшін үйленеді дейді. Негізінде біз беру үшін үйрену керек едік дейді. Беру үшін дегенде бұл жерде өте көп нәрсе жатыр оның астында, қыздар. Адамдар дейді, шынымен бір нәрсені күткен кезде, жаңағы айтып кеттім ғой, бір нәрсені күткен кезде, дұшпандық туындайды. Оның түбінде өкпе-реніш жатады. Ал біз егер сол нәрсені бере алатын болсақ, шартсыз, ешқандай ол күйеуімізді құл ретінде, тура ол да мен сияқты Алланың құлы ғой, ал мен де құлмын ғой. Сондай шартсыз қарап, ол адамға сүйіспеншілікпен, махаббатпен, Алланың разылығы үшін жасайтын болсақ, онда бізде арамызда сондай бір керемет сүйіспеншілік туындайды, сыйластық туындайды, қыздар. Шарт қоймасақ дейді, егер бізде жек көру пайда болмайды екен. Түсініп жатсыздар ма енді? Біздің ара-қатынасымызда не үшін бір-бірімізге деген махаббатым суып қалды, жөді бұрынғыдай емес деген сияқты әңгімелер болады ғой, қыздар. Түсіндіңіздер ма? Сіздер ол кісілерге шарт қойып жатсыздар, ал ол кісілер біздерге шарт қойып жатыр. Негізінде барлық нәрсе айна. Менің айнам, менің көрсеткішім. Маған қараңызшы, маған күйеуім егер дұрыс сөйлемей жатса, менің айтқанымды жасамай жатса, не болып жатыр? Яғни сіз менің айтқанымды жасау керек, менің бол деген нәрсемді істеу керек деген нәрсе жатыр да түбінде. Яғни шарт қойып тұрсыз. Шарт қойылған нәрседен не жатыр? Түбінде сіз
сізді ренжітетін, сізді өкпелетуге әкелетін нәрсе жатыр. Түсініп тұрсыздар ма? Сондай амалдар келеді екен. Енді тағы бір нәрсе, өте актуальный тема, қарап осы жерді өте тыңдап алсаңыздар деген үміттемін, қыздар. Әйел мен еркектің рөлі ауысқан кезде, яғни әйел ер адамның рөлін алып алған кезде, әйел ер адамның рөлін алып алған кезде, ер адам автоматты түрде шаршайды екен. Ер адам автоматты түрде ол әлсірейді. Шаршау емес, әлсірейді. Әлсірейді. Негізінде әйел адамның рөлі қандай еді бұл өмірде? Әйел адамның рөлі тыныштық сыйлау, әйел адамның рөлі сезім беру, әйел адамның рөлі нәзіктік, әйел адамның рөлі әлсіздік. Сондай нәзік, сондай әлсіз, сондай бір эмоцияға толы, сондай бір дана, сондай едік қой. Ал ер адамның рөлі қандай еді? Ол отбасын асырау, отбасына қорған болу, ол шешім шығару, шешімді беру, кез келген нәрсені шешіп тастау, ол сондай еді қой. Ал енді қараңыз, рөлі ауысқан кезде деген нәрсе, яғни сіз ер адам үшін, күйеуіңіз үшін өзіңіз шешімді шығарып алған кезде, яғни шешім шығару кімдік еді? Ол ер адамның рөлі еді. Ал біз не істейміз? Әйел адам шешім шығарып аламыз күйеуіміз үшін. Енді бұл жерде әйел адам негізінде ер адамның рөлін алып алған кезде түбінде бәрібір шаршайды. Себебі біз не істейміз? Көтере алмайтын жүкті арқамызға көтеріп алып жүреміз. Түсіндіңіз ба? Ол жерде өте қатты қиналу болады. Енді ал еркек ол өзінің функциясын атқара алмағаннан кейін, не істерін білмейді. Сол үшін ол диванда жатады. Себебі не? Себебі оның орнына әйел жұмыс жасап жатыр. Оның оған басы қатпайды. Қош, әйелім өзі жасай салады, өзі шеше салады, өзі істей салады ғой деген сияқты нәрсе жатыр да түбінде. Көріп тұрсыздар ма? Енді қараңыздар. Әйелдер ойлайды екен. Еркек істемесе, значит, мен істеуім керек. Ой, мынадан түк шықпайды, мынаған вообще сенбеу керек. Ол актуальный нәрсе ол, қыздар. Бірақ шешімді айтайыншы, қыздар. Бірақ әйел адам өзінің орнын біліп, өзінің не үшін жаратылғандығын біліп, өзінің кім екендігін біліп таныса, ол бұлай жұмыс жасап шаршап жүргенше, оған жұмыс жасауына қалай көмек бере аламын деп ойлану керек еді. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни мен қандай ықпалым тиеді? Мен күйеуімнің диваннан орнынан тұрып жұмыс жасауына әйел ретінде мен оған қалай ықпал ете аламын? Мен оған қалай поддержка жасай аламын деп ойлануымыз керек еді. Түсініп тұрсыздар ма? Енді әйел мен еркектің рөлі туралы қайтадан оралайық. Әйел ол сезім беру дейді. Оның функциясы негізінде сезім беру екен. Ал еркектің рөлі ол шешім қабылдау. Әйел еркекке сезім берсе болды екен, ол шешудің барлық жолын өзі табады. Шешімді әйел адам еркекке ысыру керек. Просто әйел адам сезімді жеткізе алу керек екен. Сезім қандай ол өзін сезініп тұр, сол нәрсені ер адамға сондай көркем түрде жеткізе алса, еркек адам болды ары қарай шешімді өзі шығарады екен, автоматты түрде. Себебі не? Аллах тағала ер адамдарды білесіздер ма? Осы өмірде өздерінің өкілі ретіп жаратып қойған. Аллах тағаланың өкілі ер адамдар. Біз не істейміз, әйел адамдар? Керісінше жасаймыз барлық нәрсені. Себебі біз ол нәрсені түсініп жатқан жоқпыз. Себебі біз не үшін өмірге келгенімізді біліп жатқан жоқпыз да. Түсініп тұрсыздар ма? Енді солай да ер адамға жаңағыдай сезімді жеткізіп апарып бересің. Еркек адамның шешім шығаратында сіздің шаруаңыз болмау керек. Барлық нәрсені ер адамға жүктеу керек. Сол кезде жүктегенде оның жауапкершілігі артады, қыздар. Жауапкершілігі артады. Ал еркекке шешімдер дайын тұрады екен. Әрдайым еркекте шешім дайын тұрады екен. Ол бәрін өзі шешіп бере алады екен.
қарапайым нәрсе қыздар. Біз бірақ не істейміз? Тәкаппарланамыз, өзіміздің эгомызды түсіргіміз келмейді, нәпсімізге еріп кетеміз, ой бұның қолынан ештеңе келмейді, сенбейміз. Онда біз не үшін ол адамға тұрмысқа шықтық? Ол адамға сенбейтін болсақ, не үшін біз ол адамға өмір бойы менің серігім деп, өмір бойы менің қорғаным болады деп не үшін шықтық? Ол бастан бізде ниет түзу болған жоқ, одан күту болды бізде. Енді әйел адам дейді, өзіне сұрақ қою арқылы мен не үшін шешіп жатырмын деп ойлау керек екен. Түсініп тұрсыздар ма? Мен не үшін шешіп жатырмын бұл нәрсені деп ойлану керек. И сол моментте өзіне сұрақ қою керек тоже. Мен не сезіп тұрмын бұл жерден? Нені сезіп тұрмын? Әйел адам негізінде біз тек күйеуімізге отчет береді екенбіз. Әрдайым біз күйеуімізге отчет береді екенбіз. Барлық жағдайда көркем түрде жеткізуіміз керек екен сол нәрсені. Мысалы үйде продукты бітейін деп жатыр. Болды, сіз сол сезімді айтасыз. Үйде продукты бітейін деп жатыр. Болды, ары қарай күйеуіңіздің өзі шешеді. Сосын мүмкін сізге күйеуіңіз айтуы мүмкін, осындай жауапты өзі шешім шығарады сізге, жауап айтады сізге міндетті түрде. Үйде продукты бітейін деп жатыр деп айтыңыз, и все. Сосын айтады, күйеуіңіз сізге шешім шығарады, міндетті түрде сізге жауап береді. Болды, осы айлық түссін, сосын аламыз деп айтуы мүмкін. Осылай кішкене шыдай тұрыңдар, аламыз, 2-3 күнде ақша түседі, аламыз деп айтады. Шешім шығарып береді сізге, міндетті түрде шешім шығарып береді. Әйтеуір бір шешімді сізге шығарып береді. Бірақ әйел адам дейді, оған сен істе деп бұйрық бермеу керек екен. Сен істе деп бұйрық берген кезде, приказ берген кезде дейді, еркектің рөлін алып кетеді. Ер адамның рөлін алып кетеді екен. Бұл жерде бұйрық берген кезде істе дейтін болса, еркекте сразу блок болады екен. Өйткені істе деген сөз ол шешім. Блок болады екен да, өйткені ол істе деген сөз ол уже шешім екен да, қыздар. Біз күйеуіміз үшін біз шешім шығарып тұрмыз уже. Мысалы, мен былай айтуым, жаңағыдай нені мысалға келтірейін. Үйде продукты бітіп қалды, бүгін барып алайық. Бүгін кешке барып алайық. Болмаса ақшаң қашан түседі, бұл тез алайық. Осының барлығы бұйрық болып есептеледі ер адамға. Себебі біз ер адам үшін шешім шығарып тұрмыз, қыздар. Түсініп тұрсыздар ма? Біздің міндетіміз тек қана сезім беру, жеткізу, көркем түрде жеткізе алу. Қыздар? Болды, осы мен түсінікті деп ойлаймын. Енді бұйрық келген кезде ер адам реакциясын айтайын. Бұйрық келген кезде ер адамға, еркек өзің біл, мен үшін шешім шығарып қойдың ғой деп, өзің барлығын шеш, мен саған керек емес екенмін ғой, барлық нәрседе сен өзің шеше бер, сен өзің жасай бер, сен өзің істей бер, ондай дейді. Сен, значит, менен күшті болып тұрсың ғой деп ойлайды қыздар, автоматты түрде. Еркектердің ол несі сондай екен. Әйелдер түсіну керек, что, біз әйелдер түсінуіміз керек екен да, что бұйрық бермеуіміз керек ер адамға. Ешқашан. Тек біз сезімдерімізді жеткізуіміз керек екен.